Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube сүйер қауым, енді қазақ ет арнасының көрермендері, менің YouTube'ымды қарап жатқан барша ағайындарға жалынды сәлем. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қалдарыңыз қалай? Мал жандарыңыз, еш бала шағаларыңыз тегіс аман есен бе? Ал құрметті көрермендер, ағайындар, мына кезекті видеоны да түсірейін деп ассалаумағалейкум деймін тағы да. Енді бізде отбасымызда бір алдында айтып кеткен жағдай, әжеміз әлі жатыр, имам дем салып, енді соңғы күндерінде жатыр. Енді Алла тағала өз рахметін алсын дейміз. Енді бұл YouTube болғаннан кейін, бұл жауапкершілік болғаннан кейін тағы да бір айлап, екі айлап видео салмай кеткен ол дұрыс емес деп есептеймін. Енді өзім Алланың қалауымен бәріміз Алладан келдік, Аллаға қайтушымыз. Сондықтан осылай видео түсірейін деп, сіздерге бір видео түсіріп қойын деп шешім қабылдап отырмын. Өйткені қорада да бір өзгеріс болды. Енді құрметті көрермендер, ағайындар, енді мал бордақылағаннан кейін енді бұл малдың тілін түсінбей жатамыз. Қанша қарап жатсақ та бір болмай жатады. Енді пенде болғаннан кейін қателесетін жерлеріміз болады. Енді бұқаны қанша қарап, қанша витамин егіп, жемін уақытылы, шөбін уақытылы салсаңыз да, кейбір кезде бұқаларда бір аситика болады дейді ғой. Енді бір минус болады. Мына шеттегі қызыл бұқаны білесіздер ғой. Мына шеттегі қызыл бұқа, көк бұқаның қасындағы тұрған менің эксперимент бұқам. YouTube'ға кіріп менің каналыма қарасаңыздар, ең бірінші қызыл ала тайынша екеуін сатып алған болатынмын. Бұл қорамдағы ең арзан деген, ең төмен бағада келген бұқа болатын. 150 мыңға сатып алдым. 150 мыңға сатып алдым. Сатып алған кезде жасы бір жас немесе 11 айлық па сондай болды. Енді хозяин айтуы бойынша бірге келеді деді күзге қаратай. Енді сол өзім бір жас деп есептедім. Енді кеше құрметті көрермендер, ағайындар, бұл еркек торпақ сойылып кетті. Неге екенін білмеймін. Енді жемді жеп тұрды, бірақ аяғынан ақсақ қалды. Артқы аяғым, алдыңғы аяғым ба түсінбедім. Екі аяғында, оң жақ артқы аяғы, сосын сол жақ алдыңғы аяғын баса алмай далаға шығарып жүргізіп әрі бері. Сонда да болмады. Енді бұл бұқаның ақсақ қалғаннан негізі бір апта өткен болатын. Мен ойладым, енді бірдеме ауыртып алдым ма деп, былай да қарадым, ешқандай жара ештеңе болмады, бірақ жүрмеді. Сөйтсем, сол кездерінде мен төс өлшемін өлшеп жүрген болатынмын. 187-190 килограммның әр жақ бер жағын көрсетіп тұрған, төс өлшемі 165 па, 166 ма сондай болып жүрген. Енді мен күндіз жайғап жүргеннен аса қатты көңіл аудара қоймадым да. Сосын кеше бауырым келген, сосын менің тоже айтқан, осы бұқа болмай тұр, сойып тастасақ қалай болады деп. Содан кейін сөйтіп шешім қабылдап, төсі далаға алып шығып, төс өлшемін өлшесем 161-ге түсіп қалған ғой. Енді барлығыңыз білесіздер, бордақы мал тез арықтайды. Сондықтан тез арықтап қапты. Сойып базарға тапсырып тастадым. 168 килограмм басты. 168 килограмм. Төс өлшемімен 161 есептегенде 50% ет берді. 50% берді. Бәсе бұлай қарасам, далаға алып шығып қарасам, мойны бәрі уже сылып бара жатыр. Өйткені жем жейді, шөп жейді, бірақ су ішпейді. Бірнеше күн су ішпеді, жай ұрттайды. Бір ведро су ішетін. Су өзімде түсінбедім. Аяқ астынан боқ болды. Енді сойып тапсырдық, Аллаға шүкір. Енді адалынан болды. Енді құрметті көрермендер, ағайындар, сіздерде осылай бұқа бағып, еңбектеріңізді осылай бағалап отырсаңыздар деймін. Енді ол бұқаны мен 2600 теңгеден өткіздім килограммына. 2600 теңгеден өткіздім. 168 килограмм. 436 мың теңге ақша шығарды. 436 мың теңге ақша шығарды. 150 мың теңгеге сатып алдым ол бұқаны. 150 мың теңгеге сатып алдым. 1 тонна арпасын есептедім. 58 теңгеден алған. Содан кейін
бір рулон шөп есептедім, таза житняк шөп. Бір рулон шөп жеді, жемеді, енді бір алла біледі. Мен ойымша бір рулон шөпті жеді деп ойлаймын енді. Артығы мен алдым, бір рулон шөп жеді деп, бір рулон шөбімді жазды күні 6000 теңгеге алған болатынмын. Енді таза бұл бұқа қалдырып отқан пайда маған 222 000 теңге ақша қалдырыпты. Осының кеше 13-і болды. Кеше 13-і болды. Енді бұлай қарасаңыздар, кеше 13-і ма, 14-і ма, 13-і болды ғой деймін. 13-і болды. Таза 5 ай бордақыда тұрыпты. 5 ай бордақыда тұрыпты. Сол 5 айдың ішіндегі маған қалдырған ақшасы 222 000 теңге. Аллаға шүкір. Бір бұқадан 200 000 теңге, 250 000 теңге қалу деген ол мықты көрсеткіш деп есептеймін. Енді алған бағаларымызға да байланысты. Енді құрметті көрермендер, ағайындар, бұл бұқа деген енді былай алып қарасаңыздар бір нәзік жан. Бордақыда тұрғанда бұқа нәзік, өйткені бұқа ауырып қалса, бір жері болмай қалса, көңіл күйі болмаса, бұқа салмағын тез тастап тастайды. 200 килограмм бұқаңыз бір айдың ішінде 150 килограммға дейін түсіп қалуы мүмкін, 50 килограмм тастай салуы мүмкін. Сондықтан бұқаларды әрдайым қарап отыру керек негізі. Әрдайым қарап отырам, артынан, алдынан барлығын қарап отырам, мойындарын постоянно қараймын, өйткені былтыр басымыздан өтті, мойнын кесіп тастады. Енді ағайындар, мен негізі қараңыздаршы, міне көрдіңіздер ма, цеп, сосын жіп, барлық бұқада солай цеп, вертушка, ана не айналып тұратын, сосын жіп. Неге бұлай жасадым, неге мойнына цеп байламадым деген, өйткені былтыр басымнан өтті. Цеп бұқаның мойнын қиып тастайды, қалай қиып тастаған байқамай қалады екенбіз, ал бата береді. Ал жіп бұл жерде қанша айтқанмен жұмсақ болып келеді. Бұқаның мойнын аса қатты қия қоймайды, тез көзге көрінеді, қиып тұрма, қимай тұрма, қарап отырасыздар. Сондықтан осылай істегенді жөн көріп, осылай істедім. Енді Аллаға шүкір, ыңғайлы, тамаша, бұқаның мойнына да ауыр емес, өзіне ыңғайлы, қажамайды, жіп ыңғайлы тұрады. Міне мына бұқаның мойнындағы жіп алдында бос тұрған, енді тартылып келе жатыр. Бұқаның мойны өскен сайын жіпті қарап отыру керек. Негізі неғұрлым, міне осындай жіп дұрыс, міне көрдіңіздер ме? Мынандай жіп дұрыс, тамаша, бұқаның мойнында бәріне бос тұрады. Міне қалың осындай жіп, міне. Мына кеше қызыл бұқаның жібі тамаша дүние екен. Мынау цептардан да бәрінен де мықты, качествосы бәрі мықты. Бұқаны осылай өткізіп, бұқаның мойны қажамайды, ыңғайлы ше. Енді осылай істегенді жөн көрдім. Енді Аллаға шүкір, осы бұқа маған осынша ақша қалдырды. Қызығы да бар, шыжығы да бар. Қанша айтқанмен бауыр басық болады екенсің. Таңертеңнен кешке дейін қасында жүргеннен кейін бауыр басық қаппыз. Шығарған кезде мойнына пышақ салу енді қол аса қатты бара қоймады, бірақ сонда да бауыздадық. Жақсы, 168 килограмм бұйырғаны 2600 теңгеден өтті. Тамаша. Енді сол ақшаның баршамызға берекесін берсін. Енді құрметті көрермендер, әрдайым әр бұқаны өткізген сайын осылай айтып отырам, қанша пайызбен шықты, қанша ақша қалдырды, қаншаға алдым, қанша расход, қанша доход бәрін айтып отырам. Каналдан алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, сіздерге Алла разы болсын. Барша жақсы жазып жатқан комментарияларыңызға, алдындағы жазған комментарияларыңызға, лайктарыңызға ризамын сіздерге. Көңілімнен шықты, барлығы өте қуаныштымын. Мынандай бір поддержка сезінеді екенсің. Енді тоже былай қарасаңыздар, енді арасында орысша қосылып кетеді, ренжімейсіздер, енді арасында автоматты түрде қосылып кетіп жатады. Осыны айып етпеңіздер, өтініш. Енді сіздерден бір поддержка күткенімде сезіледі екен да, YouTube канал көрермендерімнен. Комментария жазғанның өзде сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Кәдімгідей поддержка сезіледі екен да, кәдімгідей жазғаны, адамның комментария жазғаны, бауырым давай істе, біз сені қараймыз, YouTube видео шығарып отыр, қараймыз деген кәдімгідей адам жазған кезде жақсы поддержка сезеді екен да адам. Содан кейін видео түсіре бергім келеді. Сондықтан енді Алла разы болсын, сіздер сияқты көрермендерге ризамын. Жақсы комментария жазып жатсыздар. Кәдімгідей мен видео түсіре бергім келеді енді. Құрметті көрермендер, тағы бір жақсы жаңалығым бар. Сіздермен бөлісе кетейін деген осы YouTube арнасымен, YouTube партнерствосымен не жасадық? Контракт жасадық, партнер болдым YouTube'қа. Не келді, смс келді. Сіз барлық шарттарды орындадыңыз.
4000 сағат просмотр жинадыңыз, 1000-нан аса подписчик жинадыңыз. Енді монетизация өтіп жатырмын. Енді шетелден Америка ма, Франция ма білмеймін, енді қай жерден бір 6 цифрлық почтаға қағаз келеді. Соны енгізгеннен кейін YouTube кішігірім ақша төлейтін болады. Енді бір 30, 40, 50, 60, 20 мыңның үстінде, 50 мыңның үстінде енді жұмыс істегенімізге байланысты. Енді ары қаратай жақсылап видео түсіріп, жақсы контент жасап, жақсы видео түсіріп отырсақ, бұны да былай қарасаңыздар бір жұмыс ретінде қабылдау керек. Енді бұл менің енді былай қарасаңыздар уже жұмысым болып есептеледі. Дұрыстап видео түсіріп, дұрыстап адамдарға жеткізе білу енді мен жұмысым сияқты болып есептеледі. Өйткені бір көп ақша төлемесе де 50-60 мың теңге видео шығарып, бір жақсы просмотрлар жинап, сондай бір ақша алып болса, наныңызды, сүтіңізді, бензиніңізді ажырататындай. Енді Алла қалап жақсы видеолар түсіріп, жақсы контенттер жасап, көрермендерге ұнайтын видеолар түсіріп отырсақ, YouTube ақша төлеп отыратын болады. Енді әрдайым өзімнің ойым, енді былай қарасаңыздар, жақсы видеолар салып отырам. Енді алдында сиырдың салмағын ешкім таппады, 216 килограмм. Енді сондай бір мал алып, мал сойып сатқаннан кейін сондай сиырлардың, жылқылардың, бұқалардың видеосын салып отырам. 5 мың, мүмкін 10 мың теңге салмағын тапқан адамдарға ақшалай каспияларынан жіберіп отырам. Енді қазақта айтады ғой, андай кең болсаң кем болмайсың дейді. Сондықтан 5 мың теңге деген мен үшін әжептәуір ақша, сіздер үшін әжептәуір ақша деп ойлаймын. 1-2 күндік нанымызды аламыз, қантымызды аламыз, шайымызды аламыз, майымызды аламыз дегендей. Сондықтан кең болсаң кем болмайсың дейді. Соны сондай бір әрдайым ұйымдастырып отырам деп өзіме шешім қабылдадым. 5 мың теңгеден жақсы ақша көріп, малдың үстінен жақсы пайда көріп атсақ, Алла нәсіп етсе 10 мың теңгеден ойнататын боламыз. Енді осы видео YouTube'дан алыстамаңыздар, видеоны көріңіздер, әрдайым лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, қолдаңыздар ағайындар. Ешқандай қиындығы жоқ. Енді құрметті көрермендер, сотканы алып, жақсы контенттер жасап, оған енді iPhone да керек емес, жақсы качествомен Samsungпен болсын түсіріп, өздеріңізге ұнайтын енді әйелдеріңізбен үй шаруашылығында торт жасау болсын, тағы да басқа бірдемелер болсын, өзіңіздің тұрып жатқан тұрғылықты жеріңізді, қалаңызды, ауылыңызды, осындай бізде ауылы бар, осындай жаңалықтар болып жатыр деп YouTubeға салып отырып, жақсы контент жасасаңыздар, сіздерде осындай кішігірім дәрежеге жетесіздер. Сіздерде YouTube'пен партнер болып, ақша алып, монетизация өтіп, сіздерде пайдаға кішкене болса да пайда болсын деп ақша ала аласыздар. Енді оның ешқандай қиындығы жоқ деп айтуға болмайды. Енді менің YouTube'ты жауып тастаймын, жапқым келген кездерде болды. Видео саласыз, ешқандай енді подписчиктер болды, 300 ғана подписчик болды, 200, 150 ғана подписчик болды. Кейде ойлайсың, мә видеоны салмай қояйын ба, ешкім көрмейді, комментарий жазбайды. Қысыласыз да іштей, кішкене андай. Видео салсаңыз настроениеңіз болмай қалады, көрермендер көрмей, комментарий жазбай, лайк баспаса. Ал видео салмасаңыз жүре бересіз ғой, ұмытып кетесіз ол туралы. Сондықтан менде де өзімде ой болған, видео каналымды өшірем осы YouTube. Бірақ ары қаратай жүргізуге шешім қабылдап, Аллаға шүкір, осындай дәрежеге жеттік. 1600 подписчик енді тоже оңай нәрсе емес. 10 ай болыпты YouTube'ты бастағаныма, 10 айдың ішінде монетизацияға жеттік. Аллаға шүкір, сіздер де 10 айдың ішінде, мүмкін 2 ай, мүмкін 3 айдың ішінде жетерсіздер. Енді еңбектің наны тәтті, жалқаудың жаны тәтті демекші, әрдайым еңбек етсеңіздер, жеп отқан нандарыңыз сіздерге сезіледі, қандай еңбекпен келгені, қандай бір қиыншылықпен келгенін сезесіздер. Енді YouTube'та білесіздер, қаншама адамдар бар, негатив комментарий жазады, бауырым, мынауың былай емес қой, анауың былай емес қой, мына бұқаны қарамайсың, үсті басы боқ қой деп. Одан да басқа неше түрлі комментариялар жазады. Ресейден әсіресе кейде видеоларыма нашар комментариялар жазған. Кейде өшіріп тастайсың, кейде қойып тұра берсін дейсің. Енді соның барлығына қарамастан қолды қалтаға салмай, түсірмей, тек қана алға деп алдыға жүріп, осындай кішігірім бір дәрежеге жетіп отырық. Ол да бір Алланың қалауымен, Аллаға шүкір. Енді бір арманым деп айтпаймын, бірақ YouTube бастағаннан кейін ол сізге арманыңызға айналады. Монетизация өту, көп подписчик жинау, көп қаралымдар жинау.
өзіңіздің оқырмандарыңызға жақсы контенттер, видеолар шығару ол әркімнің арманы деп есептеймін. Сондықтан бұл да бір менің өмірімнің кішкентай бір бөлігі. Осы YouTube канал бастағаннан кейін дұрыстап оны жақсылап халыққа жеткізе білу, басқа YouTube жүргізетін ағайындар сияқты ауызға боғау сөз алмай, бір болмайтын нәрселерді, болмайтын дүниелерді айтып, беталды дүниелер айтып, ондай істі құптамаймын. Осылай тек қазақ тілінде ғана жүргізуге тырысамын. Тырысқандай орысша білмеймін енді. Орысша өзім бір қырықта сөйлемеймін. Арасында бір терминдар бар ғой енді, өзіміздің алып жүрген солар қосылып кетеді. Мектепте де қырып оқымағанбыз орысша сабағын. Сондықтан мен үшін орыс тілі бір керемет, бір өзім үшін не деп санамаймын. Тек мен қазақ тілі, ана тілім болғандықтан қазақ тілінде жүргіземіз. Қанша енді болашақта 10 мың, 100 мың, миллионға дейін жетіп жатармыз, сол кезде де қазақша болады. Менен кім қандай контентті жүргіз десе айтып атады ғой. Бізге түсініксіз деп ағылшынша жазу мүмкін, түрікше жазу мүмкін, орысша жазу мүмкін. Мен әрдайым қазақша жүргізетін боламын, керек болса өздері ауыстырып алсын. Енді бұл қазақ, менің ең бірінші көрермендерім қазақ болды. Мені қолдап жатқан қазақ ағайындар, мен сондықтан не үшін басқа тілде жүргізуім керекпін. Сондықтан қазақ тілі болғандықтан қазақ тілінде жүргізетін боламын. Енді құрметті көрермендер, Алла разы болсын сіздерден. Енді кішігірім видео болды. Бұл да менің бір қорада менің бір өзімнің өмірім, жеке менің қарап үйден бөлек өмірім, әр бұқаны өзінің отбасындай, әр бұқаны бір өзінің отбасының бөлшегіндей көресің. Өйткені мына қызыл бұқа сойылғанда қатты бауыр басып қаптым. Енді сонда да сойылды, сою керек болды, басқа амал қалмады. Енді бұқалар Аллаға шүкір жақсы семіріп жатыр. Витаминдар, Витажек деген витамин ектім. Енді тағы да қайталап егетін болам. Бұқалардың қотырлары да қайтып келе жатыр. ЛТФ 130 еккен болатынмын. Жақсы, тәуба, қайтып келе жатыр. Сондықтан менің каналымды көріп отқан ағайындарға Алла разы болсын. Қандай да бір YouTube'да бір сұрақтарыңыз болып, қандай да бір тағы да бір кеңестеріңіз болса, бұлай түсір, бұлайынан айт деп айтатын болсаңыздар, ағайындар айтыңыздар. Алла разы болсын, ештеңе етпейді. Қазақты қазақ қолдамаса, қалай қолдасаңыздар да сіздерге риза болам. Ашуланып айтсаңыздар да, боқтап айтсаңыздар да, қалай айтсаңыздар да, өздеріңіз біліңіздер. Қазақты қазақ қолдап жатыр деп әрдайым санайтын болам. Өйткені жайдан жай адам отырып комментарий жазбайды ғой. Алдында жазыпты, бауырым, бұқалардың үсті бычыт қой сыпырсайш деп, ол жаман комментарий емес, оны негатив комментарий деп есептемеймін. Өйткені ол өзі айтады ғой, қалай анау айтады ғой, сені жаман адам, сені әрдайым саған жақсы комментарий жазып, бауырым, там өмірде де болады ғой, бір саған басқаша айтады, дос өзі, дос күлдіріп айтады, дұшпан күлдіріп айтады, дос жылатып айтады демекші. Сондықтан мені жақсы көретін, мен каналымды қарап отқан подписчиктер қандай комментарий жазса да қабылдауға дайынбыз, ризамыз сіздерге. Сондықтан каналымнан алыстамаңыздар, қолдадыңыздар, енді аяғына дейін қолдаңыздар, ризамын. Тағы да подписчиктер жинайық, көбірек подписчиктер жинайық, 10 мыңға жеткізейік Алланың қалауымен. Сондықтан құрметті көрермендер, сіздерде осылай айналысып, осындай табыстарға жетулеріңізге тілектеспін. Алла разы болсын баршаңыздарға. Ассаламағалейкум, құрметті Қазақ ет арнасының көрермендері.